Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және жас зерттеушілер. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Баршам орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Төлеуғалиев Данияр. Бүгінгі жобамның тақырыбы Кока-кола, Red Bull және Горилла сусындарындағы қант мөлшерін математикалық есептеу және олардың ағзаға әсері. Келеңнің болашағын білгің келсе, ең әуелі жастарыңды көрсет, содан кейін айтамын деген екен ғұлама ойшыл әл-Фараби. Расында да адамзат баласы ұрпағымен мың жасайды. Кез келген мемлекеттің өсіп-өніп өркендеуі болашақ жастардың қолында. Мағжан сенген жастарыңыз қайда дегенде біз не айтамыз? Егер сіз бір банка Кока-кола ішсеңіз, ағзаңызға қанша қант түсетінін білесіз бе? Мендерге береді деп ішетін Red Bull шын мәнінде ағзамызға не әкеледі? Бүгін біз сүйіп ішетін сусындардың ішінде жасырылған тәтті шындықты ашамыз. Яғни бұл сусындардың ішіндегі қантты жай сөзбен емес, математикалық әдістермен көрсетеміз. Бұл жобаның негізгі мақсаты Кока-кола, Red Bull және Горилла сусындарындағы қант мөлшерін математикалық әдістер арқылы есептеу, олардың 25 грамм тәуліктік шекер қатынасын түсіндіру және ағзаға ықтимал зиянын түсіндіру. Зерттеу міндеттерін үш сусынның қант мөлшері туралы деректерді жинау, қант мөлшерін граммен және пайызбен есептеу, қалыпты мөлшерден неше есе көп екенін анықтау, нәтижені диаграмма және қорытынды түрінде көрсету және бұл сусындардың ағзаға зиянын түсіндіру. Болжам: Кока-кола, Red Bull және Горилла сусындарындағы қант мөлшерін есептесек, онда бір банка немесе бөтелкенің өзінде тәуліктік шамаға тең немесе одан да көп қант анықталады. Зерттеу әдісін салыстырдым, пайызын таптым, есептедім, қатынасын құрдым және диаграмма жасадым. Зерттеудегі сусындар және олардың көлемі. Кока-кола сусыны 100 мл-інде 10 грамм қант бар. Red Bull сусыны 100 мл-інде 11 грамм қант. Ал келесісі Горилла сусыны. Бұлда 100 мл-інде 12 грамм қант бар. Қант мөлшерін есептеу нәтижелерін. Кока-кола 330 мл-інде 35 грамм қант бар. Red Bull сусыны 250 мл-інде 27 грамм қант бар. Ал Горилла сусынында 450 мл-інде 54 грамм қант бар. Мен қант мөлшерін визуалды салыстырдым, яғни диаграмма құрдым. Кока-кола сусыны 35 грамм қант, Red Bull сусыны 27 грамм қант, ал Горилла 54 грамм қант болды. Мен жобамды зерттей келе нәтижеге талдау жасадым. Бұл Кока-кола сусыны 330 мл-інде 35 грамм қант бар. Бұл тұрақты шамадан 40% жоғары. Ал бұл Red Bull сусыны. Бұл 250 мл-інде 27 грамм қант бар. Бұл тұрақты шамадан 8% жоғары. Ал Горилла сусыны 450 мл-інде 54 грамм қант бар. Бұл тұрақты мөлшерден 2 есе жоғары. Есептеу нәтижесінде үш сусында қанты жоғары екені анықталды. Бірақ ең жоғарғысы, қауіптісі бұл Горилла сусыны. 25 грамм шектен 2 есе жоғары. Бұл жоба математика пәнінің өмірмен тығыз байланысты екенін дәлелдейді. Пайыз, қатынас, кесте, диаграмма және салыстыру арқылы күнделікті өмірдегі маңызды мәселені нақты дәлелдермен көрсетуге болады. Менің жобамда зерттей келе өзімнің ұсынысым. Мұндай сусындарды жиі пайдалану денсаулыққа зиянын келтіреді. Сондықтан жасөспірімдер мен балалар үшін ең дұрыс таңдау таза су, қантсыз сусындар және табиғи тағамдар. Бір құта Кока-кола немесе Горилланың ішінде 10-15 қасық қант бар. Ол жасөспірімнің ағзасына қойылған минамен тең. Ұлттық құндылықтың негізі салауатты ұрпақ тәрбиелеу. Өз ойында ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының «Тән саудың жаны сау» деген қанатты сөзімен аяқтағым келеді. Тән саулығы осы зиян сусындармен ағзамызды уласақ, ал жан саулығы осы уланған тән білім алуға құлқымыз болмай рухты әлсір етеді. Демек біздің мақсатымыз білімді болып қана қоймай, сол білімді ел игілігіне жұмсай білетін, денсаулығы мықты, рухты мықты азамат болу. Дені сау ұрпақ мықты мемлекеттің негізі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.